Құрметті әріптестер, құрметті ұстаздар, сіздерге бүгінгі ұсынғалы отырған әдісім 5 бармақ әдісі. Сіздерге менің каналым ұнап жатса, үнемі тіркеліп қойыңыздар. Мен сіздерге үнемі жаңа әдіс тәсілдермен бөлісіп отыруға барынша тырысамын. Мінекей, етке, сорпа бетке қазақ халқының ұлттық тағамы 5 бармақ әдісімен оқушыларды сабаққа қызығушылығын арттыруға болады. Мынау 12 бөлікке бөлінген 5 бармақ әдісі. 5 бармақ әдісін өзіңіз қалауыңызша, өз шеберлігіңізбен жасауыңызға әбден болады. Мінекей, мына бөлігін сіздерге көрсетейін. Бұлай ашылып, ішіне өзіңіздің оқушыларыңыздың деңгейіне қарай тапсырмалар жасап салып қойсаңыздар болады. Неке жайылма сөйлемді белгіле деген сияқты, не болмаса түрлі барлық пәнге жаратып қолдана беруге болады. Менің каналым ұнап жатса, тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар.